Кіп кішкентай маса дүниеге келе салып, өз-өзіне қарап сүйсіне бастайды. Міне ғажап, қандай әдемі сұлумын. Ғажайып деп осыны айт. Аяғына қараса алатау екен. Ұп-ұзын, сымбатты, 4 аяқпен тік тұрасың. Ал қалған екеу, 5-шісі, 6-шысы қорғаушылар. Олар денеге ештеңені жақындатпайды. Маса енді өз қанаттарына қарады. Қандай мөп-мөлдір, жеп-жеңіл, жылдам көтеріп кетеді. Мұртшасы үлпілдек, ал тұмсығын жебе сияқты біздей. Ал мен не жасай аламын деп маса өз-өзіне сұрақ қойды. Ән шырқады. Әні сондай нәзік, жіңішке. Осылай ән айтатын кім бар екен? Қуанышын кіммен бөлісерін білмеді. Әнін өзенге айтып көріп еді, су сылдырлай ағып естімеді. Енді ол әнін ағашқа айта бастады. Жапырақтары сыбдырлап, шулап, ол да тыңдамады. Сөйтіп, масаға тышқан кездесті. Кішкентай маса оған да ән айтпақ болып еді, тышқан бұтаға қарай қаша жөнелді. Тығылып қалған тышқанның ұзын құйрығы сыртта қалып қойды. Менің әнім тыңдамайсың ғой, ал ендеше деп маса оның құйрығын өзінің біздей тұмсығын сұғып алды. Ойбай, апа, деп тышқан шиқылдап ала жөнелді. Тышқаның апалап біреуден қашқан осы кезде қоян көреді. Ол да қорқып өзінше апалап айғайлап салып, секектей тышқаның артынан зыта жөнелді. Оқша зымыраған қоянның алдынан қу түлкі шыға келеді. Қоянның түлкіге қарауға шамасы болмады. Түлкі тышқан мен қоянның артынан бір қорқынышты бәленің келе жатқанын білді. Ол да дыбыс шығаруға шамасы жетпей қаша жөнелді. Тышқан, қоян, түлкі жан-жаққа қарауға мұршалары келмей, шаңдата жүгіріп келеді. Осы сәтте қасқыр апанында ұйықтап жатыр еді. Ол аңдардың дабырлап шулаған даусынан естіп шошып қалады. Атып тұрып артынан ере кетті. Апа! Тышқан, қоян, түлкі, қасқыр ес-түстері қалмай жүгіріп келеді. Осы кезде аю құмырсқалардың илеуін шұқып ойнап отырған. Ол жанынан шулап өтіп бара жатқан аңдарды көріп, бір жаманшылықты сезгендей болып, әй-шайға қарамастан тоғайды басына көтеріп, тарпаңдап жүгіре жөнелді. Тышқан, қоян, түлкі, қасқыр, аю жүгіріп келеді. Бір уақытта қоян тышқаннан сұрайды. Сен неге апаңды шақырдың? Маса! Түлкі қояннан. Біз кімнен қашып келеміз? Маса! Деді қоян. Кім? Деп қасқыр түсінбей қалды. Маса! Қасқыр біздің артымыздан кім қуып келе жатыр? Аңшылар ма? Деп аю қосыла сұрады. Қайдағы адам? Маса! Маса! Деп аюдың ақыраған даусынан бүкіл орман жаңғырып, аспан айналып жерге түскендей болды. Жүрегі тарсылдап, аю жерге құлап түсті. Басын борсық ініне тықты. Аңдардың алдынан көлшіктеп бақа ыршып шықты. Не болды? Кімнен қорқып қашып келе жатсыңдар? Ойбай, маса құртты бізді, деп ентігін баса алмай аю. Ал кішкентай маса ызылдап ән айтып қоймады. Бақа таң қалып, көзін шарасынан шығара бадырайтып, аузын ашып, «Хап!» деп масаны жұтып қойды. Сөйтіп масаның әні бір жолата тиылды.